бұрында спортпен айналыстыңыз ба? Иә, мен спортпен айналыстым. Бір спорттың түрін жақсы игерген. Сол үшін эмоцияның бәрі қазір шығып жатыр, есіме түсіп жатыр. Бәріне сәлем. Бүгін Жамбылда көптен күткен 6-шы жазғы спартакиада басталды. Жамбыл облысы бұл додаға ұзақ дайындалды. Додаға 27 спорт түрінен 10 мыңға жуық спортшы бақ сынайды. Салтанатты ашылу рәсіміне елордадан беделді шенеуніктер мен мега жұлдыздар қатысады. Ендеше бірге тамашалайық. Дәл қазір орталық стадион көрермендеріне өзге аймақтардан келген спортшылар таныстырылып жатыр. Танысып алыңыздар сіздерде. Дәл қазір менің қасында мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов мырза спартакиадаға арнайы келдіңіз, білуімше. Жалпы қай өнерге жанкүйерсіз? Сіз өзіңіз бұрында спортпен айналыстыңыз ба? Иә, мен спортпен айналыстым. Бала кезімізден білесіздер ғой, күреспен де айналыстық. Қазір футбол ойнап тұрамыз. Енді жүзуді жақсы көремін, шын айтқанда апта сайын барып тұрамын бассейнге. Одан кейін енді ұлттық спорт түрлерін қолдаймын, ат мінемін. Оны жақсы көремін. Жақсы. Сәттілік, я. Дәл қазір орталық стадиондағы көріністі сөзбен айтып жеткізе алмаймын деген атмосфераны сөзбен айту мүмкін емес. Дәл осы көрініс қазір маған осыдан 21 жыл бұрынғы Тараздың 2000 жылдық мерейтойын еске салып тұр. Жасың қаншада? 7-те. Кеш қалай болып жатыр? Нормально. Вечер күшті, қуаныштымыз. Очень хороший вечер. Тем более здесь участвует наша дочка, племянница. Бүгінгі кешке кіммен келдіңіз? Мына жолдасыммен келдім. Ұлым бар, келінім бар, бәріміз келдік. Осындай кештер жиі болсын. Жиі болсын шеңді қаламызда. Спартакиададан елімізде өткен тұңғыш самбо күресінен 90 келі салмақта жеңімпазы Арман Ташметов мырза. Ұйымдастыруға қанша уақыт кетті? Бұл жарыстың негізі тарихы бар. Бұл жарыс Астанада өту керек еді. Мен енді біздің басшыларға, спорт министрлігіне ұсыныс жасағам. Осы жарысты Таразға өткізейік. Біздің Жамбылда біраз болды үлкен жарыс өтпеген. Халық сағынды үлкен жарыстар. Жаңа айтып жатсыздар ғой, өзім қатысқам осы жарысқа. Бірінші спартакиадаға. Өзім жеңімпаз болғам. Сол үшін маған бұл жарыс өте маңызды. Сіз қатысқан кездегі эмоцияңыз әлі есіңізде ме? Жалпы қалай болып еді сол кезде? Иә, ол эмоция есімде. Сол үшін эмоцияның бәрі қазір шығып жатыр, есіме түсіп жатыр. Бүгінгі кештің жұлдыздардың бірі Құрмаш Махан ағамыз. Қош келдіңіз Таразға. Қош көрдік. Туған жерге әрине қуана келеміз. Өзіңіз жалпы спортқа қызығасыз ба? Мен өте сондай белсенді жанкүйердің бірімін. Қандай спорттысың бәрін қарай беремін. Өзім спорттан алыспын, бірақ бір спорттың түрін жақсы игерген, ол шашка. Күшті ғой ол. Я, екінің бірі ойнай алмай тұрасың. Бой ойнаймын. Айта кетейік, спартакиадаға қатысқандар Хуанчжоуда өтетін Азия ойындарына және 2024 жылы Парижде өтетін Олимпиада ойындарына іріктелетін болады. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Осымен салтанатты ашылу рәсімі тәмам.